Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі экономикалық талдау және қаржы есептілігін талдау пәні бойынша арнайы экономикалық пәндер оқытушысы Байшымыров Тошан Жанболатовичтің есеп және аудит мамандықтарының 3-ші курс білім алушыларына арналған видео сабақ. Сабағымыздың тақырыбы кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың мәні. Сабағымыздың мақсаты білімділік кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың маңызын анықтау, дамытушылық кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың басты мақсаттарын үйрену, тәрбиелік болашақ маман ретінде кез келген ұйымның қаржылық жағдайын адал талдау әдістерін қарастыру. Нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың маңызы өте зор. Бұл кәсіпорындардың тәуелсіздікке ие болуымен, сондай-ақ олардың меншік иелері, жұмыскерлер, коммерциялық серіктестер және басқа да контрагенттер алдында өзінің өндірістік кәсіпкерлік қызметінің нәтижелері үшін толық жауапкершілікте болуымен байланысты. Кәсіпорынның қаржылық жағдай осы кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі қаржылық тұрақтылығын және оның өз шаруашылық қызметін үздіксіз жүргізуі мен өзінің қарыз міндеттемелерін уақытылы өтеуі үшін қаржы ресурстарымен қамтамасыз етілуін көрсетеді. Нарық экономикасы жағдайында кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың басты мақсаты келесілер болып табылады. Қаржылық жағдайға баға беру және оның есеп беру мерзіміндегі өзгерісі, активтер мен олардың қалыптасу көздері арасындағы сәйкестікті, оларды таратудағы рационалды және пайдаланудағы тиімділікті зерттеу, айналым капиталының көлемін, оның өсуін немесе кемуін және ағымдағы міндеттемелермен арақатынасын анықтау. Қаржы есептік және несие шарттарын сақтау, кәсіпорын активтер мен оның міндеттемелерінің құрылымын зерттеу, ағымдағы активтердің айналымдылық есебі, оның ішінде дебиторлық борыш және қорлар есебі, баланстың өтімділігін, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының және төлеу қабілеттілігінің абсолюттік және салыстырмалы көрсеткіштерін анықтау, кәсіпорын табыстылығын бағалау, кәсіпорын табысының салыстырмалы көрсеткіштерін, сондай-ақ олардың деңгейінің өзгеруіне әсер етуші факторларды есептеп шығару, және соңғысы кәсіпорынның қаржылық жағдайының тұрақтылығын ұзақ және қысқа мерзімді болжау, яғни оның қаржылық стратегиясын анықтау. Алдағы сабақтарда аталған талдаулардың түрлерін жеке-жеке жіктеп түсіндіретін боламыз. Қаржылық талдаудың тәжірибесі қаржылық есепті оқудың негізгі ережелерін қалыптастырады. Олардың ішінен 6 негізгі әдісті бөліп қарастыруға болады. Біріншісі бұл көлденең уақыт көлемінде талдау, есеп берудің әрбір позициясын өткен кезеңмен салыстыру. Ол өткен кезеңдегімен салыстырғандағы бухгалтерлік есептің түрлі баптарының абсолюттік және салыстырмалы ауытқуларын анықтауға мүмкіндік береді. Екінші бұл тікелей, яғни құрылымдық талдау, әрбір есеп позициясының жалпы нәтижеге тигізетін әсерін айқындай отырып, қорытынды қаржылық көрсеткіштердің құрылымын анықтау. Ол жалпы баланс немесе оның бөлімдері бойынша қорытынды көрсеткіштегі және баптардың үлес салмағын анықтауға мүмкіндік береді. Үшінші талдаудың түрі трендтік талдау. Бұл барлық көрсеткіштер 100% деп алынатын базистік жыл деңгейінен бірқатар жылдар көрсеткіштерінің салыстырмалы ауытқуын есептеуге негізделеді. Трендтік талдау әрбір есеп позициясын бірқатар өткен кезеңдермен салыстыруды және трендті, яғни жеке кезеңдердің дербес ерекшеліктерімен кездейсоқ әсерлерінен тазартылған көрсеткіш динамикасының негізгі тенденциясын анықтауды көрсетеді. Трендтің көмегімен болашақтағы көрсеткіштердің мүмкін болатын маңызы қалыптасады, ал одан кейін перспективті болжамдық талдау жүргізіледі. Төртінші талдаудың түрі салыстырмалы кеңістіктік талдау. Бұл фирмалардың, еншілес фирмалардың, бөлімшелердің және цехтардың жекелеген көрсеткіштері бойынша есебінің құрама көрсеткіштерін шаруашылық ішіндегі талдау, сондай-ақ берілген фирманың көрсеткіштерін орташа салалық және орташа жалпы экономикалық мәліметтері бар бәсекелес фирмалардың көрсеткіштерімен салыстырғандағы шаруашылық аралық талдау болып табылады. Бесінші талдау факторлық талдау. Бұл жекелеген факторлардың, яғни себептердің қорытынды көрсеткішке тигізетін әсерін зерттеудің детерминдік анықтау немесе реттелмеген тәсілдері көмегімен талдау. Алтыншысы қаржылық коэффициенттер әдісі. Коэффициенттер салыстырмалы шамалар болып табылады. Оларды есептеу кезінде шамалардың біреуін бірлік ретінде алып, ал екіншісін бірлікке қатынасы ретінде көрсетіледі. Қаржылық коэффициенттерді есептеу баланстың жеке баптарының арасында болатын өзара байланыстарға негізделген. Олар кәсіпорынның қаржылық жағдайын кезекті факторлық талдау үшін алғашқы база болып табылады. Және олар талдау нәтижесінде талдау жүргізуге, жасырын құбылыстарды ашуға мүмкіндік беретін екі шаманың арасындағы өзара математикалық қатынастарды көрсетеді. Үйге тапсырма. Қазақстан нарығында қызмет ететін кез келген шаруашылық жүргізуші субъектісінің қаржылық талдау әдістері мен мақсаттарын зерттеу.